Сәлем достар! Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат storytelling деген әдіспен таныстыру. Бұл қандай әдіс? Бір қарағанда атауы өзге тілден енгендіктен қиын болып көрінуі мүмкін. Алайда біздің ата-бабаларымыздан сөз қалған ба? Бір ауыз сөзге тоқтаған қазағымның баяғыдан келе жатқан әдісі деп айта аламын. Story деген сөздің өзі история, тарих, telling деген айту, яғни тарихыңды айту дегенді білдіреді десек те болады. Атақты спикерлердің сөзін талдайтын болсақ, олардың сөзінің 65% пафосты құрайды екен, яғни оқиғаны, 10% эпосты құрайды, олардың өмірі туралы ақпарат, және қалған 25% статистиканы, логосты, аргументтерді құрайды екен. Ендеше storytellingтің негізгі құрылымы ол бірінші кейіпкер болу керек, конфликт болу керек, мәнмәтін, сюжет және өзгерістер. Конфликт деген сөздің өзін түсінесіздер ғой, бір қарама-қайшылық, келіспеушілік, шиеленіс болғаны абзал. Әрине, менің оқырмандарымның барлығы филолог емес, сондықтан сюжеттің не екеніне тоқталғым келеді. Шынайы өткен семинардан үзіндіні ұсынғым келіп тұр. Қарама-қайшылық, мәнмәтін, контекст, байланыс, сюжет және өзгерістер, мен экспром немесе бір интрига деп қабылдасаңыздар болады. Енді мынаның барлығы түркі бірақ арамызда филологтар ғана емес, математиктер бар. Сондықтан сюжетке тоқталып кетейік. Оқиға басталады. Оқиға дамиды, оқиға байланысады, оқиға шиеленіседі, оқиға шарықтау шегіне жетеді, кульминация, және де оқиға шешімін табады. Мәселен, Айша дала мысалы қазір. Дала күңгірт, найзағай жарық шығып кетеді. Көк сұр болып, жел алай бүреді. Бірақ осы табиғаттың көңіл-күйі Айшаның көңіл-күйіне әсер етер емес. Себебі ол кешегі кездесуді ұмыта алар емес. Аяғына үйге қарай келе жатыр. Қарай. Бірақ алтынан бір таныс бейнені көргендей. Кеш батып келе жатқанына қарамастан, ол баланың жүрісі оған таныс болды. Жақындаған сайын өзінің көсек тартып жатқан анасын қарауына сәл бір кешкі жақын қарап беруіне тапсырып кеткен көрші бала екенін көріп, баланың жүгіріп келе жатқан жүрегі алай-дүлей болып тура табиғаттың көңіл-күйімен астасып кеткендей. Шиеленсе жағдай бала да жүгіріп келеді, Айша да жүгіріп келеді, екеуі бір-біріне жақындар емес. Алыстаған сайын жақын болған сайын алыстап, алыстаған сайын жақындағандай. Енді оның күдігі расталғандай көрінді. Себебі баланың жүгірісінен оның ентіккені көзіне жас толғандай ма ентігіп келе жатқанын көрді. Төсек жаппас тартып жатқан анасының о дүниелік болғанын ол бірден сезді, білді. Яғни сол бір кеште қасында болмағанына қатты өкініп құшақтай ала жөнелді. Бала оны құшақтай алып, дүкенге барайыншы, үйден аман қалды деді. Мысалы. Қараңыздар, енді қараңыздар, бұл жай. Түсінікті бұл үшін қарапайым мысал. Шарықтау шегі дегеніміз кульминационный момент, когда мы вздыхаем, или наоборот, не болады екен деп тосып тұрған нәрсе болу керек екен. Енді бұл не үшін керек екен storytelling? Біздің балаларымыз эссе жаза алатын шығар, бірақ әңгіме жаза алмайды екен. Ал бізде 9-шы сыныпта не эссе, не әңгіме жазу керек. Әрине біздің әңгімені жазу дегендіктен біз бірден балаға таңдау беріп, сен эссе жазасың дейміз. Ал бірақ бастауыш сыныптың мұғалімдері білет, кітапты қараса, картина тұрады, сурет, соған әңгіме құрастыр дейді. Енді әңгіме құрастырайық десек, балада дағды қалыптаспаған, ол табиғатты суреттейді, тағы оқиғаны үйлестіреді. Неге? Себебі дағды қалыптаспаған, себебі storytellingтің жұмыс бізде жасалмайды. Енді Сіздердің назарларыңызға storytellingтің талаптары ұсынылды және соның бір тармақшасы болып табылатын сюжеттің не екеніне мысал келтірілді. Әрі қарай
мынаны білгендеріңіз абзал. Storytelling дегеніміз, яғни сөйлеп тұрған оратор адам өзінің өмірінен оқиғаны айта білу керек, және оның сюжеті, яғни басталуы, дамуы, шарықтау шегі, жаңағы шиеленісуі деген сияқты композициялық құрылымынан да тұрғаны абзал. Сонда оқырманды баурай алады. Біз балаларды өздерінің ойын еркін әрі қызықты жеткізуге дағдыландыруымыз керек. Ол үшін БЖБ, ТЖБ, storytelling әдісімен алынатын болса, нұр үстіне нұр болмақ. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Лайк, коммент сіздерден, бөлісу менен. Ендеше қолдай отырыңыздар. Сау болыңыздар.